Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге ұлданай. Бүгін сіздермен ет асамыз, яғни бешбармақ жасаймыз. Бізге керегі өз қалауыңызша сиыр, жылқы, қой еті, бір бас пияз, картошка және сәбіз керек. Ең алдымен етімізді жақсылап, жуып, тазалап, қылтығынан, майда сүйегінен алып, қайнатамыз. Қайнағаннан кейін осылай көпіршіктерін тазалап аласыздар. Ақ көбік, қара көбіктерін. Етіңіз жаймен қайнап тұра беру керек. 3 сағаттай қайнатасыз. Пиязды алып, турап, дайындап қоясыз. Бұл пияз біздің тұздығымызға болады. Яғни қазандағы майын алып, бетіндегі осы пиязымыз турап, тұздық жасаймыз. Картошканы, сәбізді ашып, қабығынан суға жақсылап жуып, қайнап тұрған қазанымызға саламыз. 1 сағаттай пісіріп, сәбіз қаттырақ болады. Піскеннен кейін бөлек алып қойыңыз керек. Себебі картошка езіліп кетпес үшін. Міне қазанымызға салып жатырмыз. Қазанның астын жай қойып, бүлкілдеп қайнап тұра беру керек. Кемінде 3 сағат қайнатсаңыз, етіңіз керемет былқылдап пісетін болады. Сары қайнап тұрған қазанның бетіндегі сары майы болады. Сол майды сусыз сүзіп аласыздар. Шөмішпен, қасықпен алсаңыздар болады. Тек майын алыңыздар. Міне тұздығымыз дайын. Бір қайнатасыздар, болды, бұрқ еткізіп. Ал енді кезек қамырымызда, яғни тестамызда 2 пиала мұздай су, 1 немесе 2 жұмыртқа, себебі қамырыңыз езіліп кетпес үшін. Әркімде ұн әртүрлі болады. Сол себепті жұмыртқаны да 2 немесе 1 қолдансаңыздар жақсы болады. Ұнымызды салып, қатты қылып қамыр илейміз. Мен қамырымды өмір қатты қылып илеймін. Жайғанда өзім кейде қиналып қалам. Қамырыңыз илеп болғаннан кейін 2-3 қайтара тындырып қойыңыз. Жарты сағат тынған қамырымызды әдемілеп, домалақ етіп жаямыз. 2 сантиметрдей примерно жайып алыңыздар. Қатты қалың да емес, жұқа да емес болу керек. Қалың болса піскенде қатты болып қалады, жұқа болса езіліп кетеді. Сол себепті бір келкі етіп жайып алыңыздар. Бұл қамырды ерте жайып, холодильникке қойып қойсаңыздар болады. Мен үнемі сөйтемін. Ерте жайып, холодильникке салып қоямын. 3 сағат етіміз қайнап болғаннан кейін етімізді алып, ішкенге сорпа бөлек ыдысқа алып қоямын мен. Кейін қамырымды, дайын болған қамырымды салып, бірден қонақ келгенде тамағымды ұсына беремін. Міне, сорпамды алып алдым бөлек. Қайнап тұрған суға қамырымызды салып, етімізді турап дайындап қоямыз. Міне, қамырды сүзіп алып, бетіне тұздығымызды құйып, етімізді, картопымызды, сәбізімізді қойып, бетіне тұздығымызды, пиязын турап қойып, міне, ас болсын, барлығы тамаша дәмді шығады. Ас болсын баршаңызға.